Әлемдегі ең алып компаниялар өз жұмысын қалай бастаған? Кез келген адамның ұлы іс атқарып, алдына қойған мақсатына жеткісі келетіні белгілі. Ұлы сөзін біреу спортпен үлкен жетістікке жетіп рекорд орнату деп түсінсе, екінші біреу гараждан бастау алған кәсіпті одан ары дамытып, 1000 жылдық тарихы бар компанияға айналдыру деп ойлайды. Қай жағынан қарасаңыз да екі тұжырымның басы бір жерге тоғысады. Себебі тарихқа көз жүгіртетін болсақ, ондай данышпан адамдар қоғамда аз болмаған. Бұл кісілер ақша тапшылығы, тұрғылықтың жерінің болмауы, уақыт жетіспеушілігіне секілді саған алуан қиындыққа қарамастан барлығына төтеп бере алды. Бұл X алаңы бүгінгі шығарылым әлем деңгейіндегі ұлы жобалар қалай және қандай жағдайда бастау алғаны туралы. Apple. Әлемге әйгілі Apple компаниясы дүниежүзіндегі ең мықты технологиялық компания болып есептеледі. Оның негізін қалаушы Стив Джобс өмірлік кәсібін ата-анасының гаражынан бастаған. 1976 жылы 21 жастағы Стив Джобс пен 26 жастағы Стив Возняк әрқайсысы $500 болатын 50 компьютер жергілікті дүкенге арнап өз қолдарымен 30 күн ішінде құрастырып шыққан. Amazon. 1994 жылы Джефф Безос Амазонды бастапқыда кітап саудалайтын ғаламтор дүкен ретінде ашқан. Оның барлық жұмысы сол баяғы қағида бойынша гараждан басталған. 1995 жылы шілде айында компания өзінің алғашқы кітабын баспаға шығарып саудалаған болатын. Харли Дэвидсон. 1901 жылы Уильям Харли өзінің велосипедіне қозғалғыш орнатады. Кейіннен осы негізге алған көптеген идея туады. Харли мен оның досы Артур Дэвидсон жаңа қозғалғыш жасап шығарып, кішкентай сарайда өздерінің алғашқы ағаш мотоциклін жинайды. Осылайша Харли Дэвидсон танымал мотоцикл өндіруші компанияға айналады. Microsoft. 1975 жылы Билл Гейтс пен Пол Аллен барлығына танымал Microsoft компаниясының негізін салады. Ол IBM компаниясына $80,000 бағаланған бағдарламалық тапсырыс жасаған. Қазіргі Windows бағдарламасының нарықта қолданыста жүргеніне 20 жылдан астам уақыт болды. Maglite. 1955 жылы Энтони Маглит небары $125 өзінің алғашқы білдегін сатып алды. Кейіннен кішкентай гараждан бастап алған қалта шамы әлемдік брендке айналды. Қазіргі кезде теледидардан көріп жүрген Америка сақшылары Maglite қол шамын пайдаланып жүр. Бүгінге осы достар, егер де сіздердің де алға мақсаттарыңыз болса, ешқашан одан тайса алмай, соңына дейін барыңыздар. Каналға жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Біздің басқа да шығарылымдарымызды қарауды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы достар, келесі шығарылымда кездескенше.